Сәлеметсіздер ме? Бүгін ас болсын ас үйрету классында өтетін сабағымыз мына лямпизы, мендиндер жасау. Енді оған алдымен енді лямпиз жасау үшін бір ұн илеп аламыз. Енді бұны өзіміздің ұннан жасағанды өтеймін. Ол үшін ұнға бір 5 грамм ғана 5 грамм ғана тұз салып, ұнымыз 350 грамм ұн, ұнымызды 350 грамм ұнға бір 5 грамм ғана тұз салып, 350 грамм ұнымыз 1,5 чыным өлшеріндегі ұн болады. Сонымен өлшегіш бар болса өлшеп алыңыздар. Сонымен әдеттегі осы ләңманның ұны сияқты қылып, суық сумен әдемілеп отырып ұны илеп аламыз алдымен. Ұнымызды илеп алдық. Біраз қаттырақ қылып отырып илейміз. Осы ләңманның ұнындай қылып илесеңіздер болды. Содан илеп болғаннан кейін бұны баушаманы жауып бір 20-25 минут уақыт мұнан әбден тындырып қоямыз. Мінекей жаңа лямпизға илеп қойған ұнымыз 25 минут айналасында тынып, әбден тынып болды. Енді осы ұнымыздың үстіне суық су құямыз. Суық су құйып, қолымызбен мыжып, ұнды еземіз рәсіміз. Мінекей рәсімі ұнды езгеннен кейін ұнымыз әппақ болып шығады. Осынымызды енді бір ыдысқа құйып аламыз. Құйып отырамыз да, тағы да су құйып. Әппақ сүт сияқты болды. Енді мұнаны бір ыдысқа құйып суын. Енді мұнаның үстіне тағы да су құйып, тағы мыжимыз. Рәсімі мендин сияқты болып, ешқандай нілі ұнның нілі қалмағанға шейін мыжимыз. Мен бір 6-7 реткі суым осыған келгенде мына суымызда алдыңғыдай қоюланбай, сүт сияқты болмай, тұнық болды. Енді негізінен болды. Бұны қанша таза жусаңыздар, артында мендині сондай жақсы әдемі шығады. Көрдіңіздер ғой, енді ештеме қалған жоқ. Мұнада ұнның нілінің бірақ шығарып болдық. Енді мұнадан осы мендин жасаймыз да, енді мұнаны тұндырып қоя тұрамыз. Жаңа суын бір мескейге таяу су болды. Енді осыны бір 3-4 сағат мөлшерінде тұндырып, бетіне тұп-тұнық су шығады да, астына ұнның тұнбасы тұнып қалады. Енді сол уақытын көрейік.